Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ер жігітке насихат атты марафонға қош келдіңіздер. Ал біз бастаймыз. Барлықтарыңыз түсінгендеріңіздей, біздің тақырыбымыз ер жігітке насихат болмақ. Яғни былайша айтқанда жастарға насихат десек болады. Біз жалпы жастар бала кезімізде сондай бағынышты боламыз. Ұстаздарымызға, аналарымызға бағынышты болып өсеміз. Содан соң адамның, яғни біздердің балалардың өтпелі кезеңі басталады. Осы өтпелі кезеңде адамның ойы, сезімі барлығы өзгеріп, тіпті бағанағы бұрынғы бағынып жүрген бала не істемей кетеді, өзінің мінезін көрсетіп, ешнәрсеге бағынғысы келмей, өзіндік бір ойлары, сезімдері пайда бола бастайды. Ал бұл өтпелі кезең ғалымдардың айтуы бойынша көбіне 15 пен 20 жас аралығында болады екен. Және міне осы жас аралықта адамның бір діни түйсігі, яғни діни бір түсінігі, дінге деген бір ұмтылысы пайда бола бастайды. Яғни осы жаста ол өзіне сұрақ қоя бастайды. Неге мен осы әлемде, яғни өмірде жүрмін? Қайдан келдім? Не үшін жаратылдым? Деген секілді сұрақтарға жауап іздей бастайды екен. Тіпті кейбір ғалымдар айтқан екен, дінге деген ұмтылыс, яғни дінді берік ұстану, діндар болу, ол 20 жасқа дейін болмайтын болса, ол яғни 20 жасқа дейін сондай нәрсесі қалыптаспаса, адам, яғни жас бала одан кейін көп жағдайда дінге бет бұра қоймайды екен. Бірақ әлбетте бұл нәрсемен келіспеуге де болады. Барлығы біз білеміз Алланың иелігінде. Алла қаласа 40 жасар адамға да өзінің хидаятын беріп, оны тура жолға бастай алады. Бірақ осы жастардың дінге деген ұмтылысы пайда болған менен бұл жас бала, жас жігіт әртүрлі азғындықтардан аман болмайды. Жан жағында оны діннен кері тартатын, діннен бездіретін, сондай тура жолдан тайдыратын әртүрлі нәрселерге, мағлұматтарға, әртүрлі күмәндарға жас балалар, жас жігіттер тап болып жатады. Енді қараңыздар, бұл жас баланы ата-анасы тәрбиелемесе, яғни ата-анасы оған азық-түлікті беріп, киім әперумен ғана шектелсе, тәрбие беруші адамдар бағанағы бүкіл мағлұмат міне кітапта жазылған, осыны оқып ал да тура жолды таба бер десе, уағыз айтушы кісілер тек қана аптасына бір рет айтылатын уағызбенен шектеліп қана қойса, бұл жас бала не істейді? Қайда барады? Қайда өзінің ішіндегі, яғни өзінің ішіндегі жауаптарды қайдан табады? Не істейді бұл? Бағанағы алдына кеп тұрған әртүрлі күмәндарға қайдан жауап табады? Әртүрлі азғындықтардан қалай ұстап қалады осы азғындықтардан? Әлбетте, нәтижесінде оңай жолға жас жігіт ере салады. Ол бағанағы телевизорден, интернеттен көрген нәрселерге, азғындыққа ере салуы оп-оңай нәрсе. Сөйтіп, ол жас жігіт сол нәрсеге еріп кетеді. Жас жігіт негізі ол бір сапарда жүрген адам секілді. Ол жаңа бір жерге келді. Ол енді осы жерге келгендіктен оған нақты бір жол немесе бір карта керек. Сол картада оған қалай жүру керек екенін көрсететін жол болуы керек. Сол кезде ғана ол не істей алады? Осындай бір әртүрлі күмәндардан, жамандықтардан амандықта қала алады. Ол иман. Тек ғана иман бізді осындай азғындықтан не істей алады? Қорғай алады. Иман деген сөз өзі қандай сөзден алынған? Ол әл-әман деген сөзден алынған. Яғни амандық, есендік деген сөзден алынған. Өйткені жүрек, ол иман, жүрекке не сыйлайды? Тыныштықты сыйлайды, амандықты, есендікті, сондай сенімді сыйлайды. Және оған не береді? Үлкен бір қару береді. Сол иман деген қару оны әртүрлі күмәндардан, әртүрлі сондай азғындықтардан бір қорғап, оған бір тосқауыл болатын нәрселердің бірі. Ол иман болып саналады. Иманы жоқ, сенімі жоқ адамға Алла тағала Құранда мынандай бір керемет мысал келтіреді. Өлі болған, яғни имансыз болған адамға біз иман нәсіп етіп, біз оны істейміз дейді, тірілтеміз дейді, иман нәсіп еткенде. Аллаға иман келтіру, Алламен байланыста болу, ол тірі болу деген сөз. Ал имансыз жүру, Алламен байланыста болмау, демек ол өлі адам іспеттесі. Біз оны біз оны солай тірілтеміз дейді. Нуран. Және біз оған нұр береміз, ямши бихи финнас. Ол адамдардың арасында сол нұрменен жүретін болады. Әлбетте ол қараңғылықта шыға алмай жүрген адам секілді емес дейді. Осылай нұрмен жүрген адам дейді. Яғни иманы бар адамның өмірі мүлдем басқа. Оның өмірі жарқын, оның өмірі сондай бір
нұрға, берекеге толы болмақ. Осы себепті ақида, яғни Алланы тану, ол маңызды нәрселердің бірі. Яғни Аллаға иман келтіру, дінге беріктік деген нәрсе. Тіпті сондай адамдар бар, балалар тәрбиелегенде ең бірінші орынға нені қояды? Дінді қояды. Алламен байланыс, дін, Алла жайлы көп әңгімелер, көп оқиғаларды айтады. Сондықтан да азғындықты қалайтын адамдар не істейді? Ең бірінші орынға осы дінді бұзуға әрекет қылады. Білесіздер, өзіміздің СССР уақытысында не болды? Ең бірінші дінге шабуыл жасады. Адамдарды діннен бездіруге тырысты. Сол діннен алыстату арқылы адамдарды азғындыққа жақындатқысы келді. Міне осылай діннен алыстату арқылы адамды құрдымға апару оп-оңай. Діні жоқ, иманы жоқ жас адамның, жас жігіттің бағана несі жоқ деген секілді картасы жоқ. Бүкілі жастарға жұмыс істейді. Қарап отырсаңыздар, азғындықтың баршасы жастарға арналған. Жастарды бұзуға, жастарды осы діннен алыстатуға, жастарға барынша күш салып, солардың ойларын өзгертуге тырысады. Неге? Өйткені олар болашақтың негізі. Қазіргі жастар ертеңгі болашақ. Яғни қазіргі жастар бұзылатын болса, демек болашақта бұзылады. Азғындық болашақта одан да кең таралады. Жәннатқа жету, жәннатта болу ол оңай нәрсе емес. Али Тантауи деген кісі айтқан екен, әдебиетші кісі, жамандыққа шақыратындар, осындай бұзғындыққа, азғындыққа шақыратындардың баршасы олар шаршамайды дейді бұл жолда. Олар ешқандай бір күш жұмсамайды. Керісінше кім шаршайды? Жақсылыққа шақыратындар шаршайды. Неге? Өйткені жамандық шақыратындардың баршасының тәсілдері ол нәпсі жақсы көретін нәрселер. Нәпсі нені қалайды? Олар тек соны ұсынады болды. Жалаңаш қыздар, бағанағыда әртүрлі сондай бір, яғни адамды азғыратын нәрселер деген секілді сондайды ғана ұсына салады болды. Адамның нәпсі өзі соған еріп кете береді. Егер несі болмаса, берік иманы болмаса. Ашық-шашық қызды көресің. Жақсылыққа шақыратын адам саған не деп айтады? Көзіңді тый дейді. Ал сенің нәпсің оны көргісі келіп тұр. Бұл жерде кімге оңай? Жамандыққа, күнәға шақырып жатқан адамның жолы оңай ма? Жоқ, әлде жақсылыққа шақырып жатқан адамның жолы оңай ма? Әлбетте жақсылыққа шақырып жатқан адамның шақыруы қиын. Оған біраз күш керек. Ол түсіндіру керек. Не үшін қарауға болмайды? Оның барлығына күш қуат ол жұмсайды және шаршайды. Қарама дейді. Саудагер өсімнен, яғни харам болған өсімнен оп-оңай түрде бір үлкен табысқа қол жеткізейін деп тұр. Бірақ оған не дейді? Жақсылыққа шақырушы, жоқ, бұны алма, бұл болмайды деп айтады. Осылай жақсылыққа шақырушы кісі бұл дүниенің болмашы ләззаттарын тастаңдар. Сендерде ақыретте, яғни мәңгілік өмірде, болашақта осы ләззаттардың баршасы халал жолмен беріледі деп айтады. Немесе халал жолды ұсынады. Ал жамандыққа шақыратындар оп-оңай түрде бағанағы нәпсі қалайтын, қалап тұрған нәрселерді ұсынумен ақ не істей береді? Жамандыққа шақыра береді. Сондықтан бұл жақсылыққа шақыру асылы оңай емес, және жәннатқа жету, жәннатқа бару да осы себепті оңай емес. Алланың беретін сыйы ол арзан нәрсе емес. Ол қымбат және оған біраз күш-жігер жұмсау керек. Бұл өмір рахат үшін арналмаған. Бұл өмір күш-жігер жұмсауға, нәпсімен күресуге арналған өмір. Біз өмір бақи өміріміздің соңына дейін нәпсімізбен күресіп шығамыз. Тіпті өлім сәті келген кезде де біз не істейміз? Шайтанның азғыруымен арпалысатын боламыз. Және Алла тағаланың хикметтерінің ғажайыбының бірі осындай сауапты істерді, жақсы істерді жасаудың сыйы ретінде Алла денсаулық пен күш қуат етіп қойды. Ал керісінше жаман істердің қарымтасын ауру, сондай бір жоқ болу, құрдымға баруды жасап қойды. Кейде бір кісі жасы 30-да болса да, бірақ өзінің бағанағы жасаған әртүрлі жамандықтары себепті түрі құдды бір 60-тағы кісі сияқты болады. Ал кейде керісінше 60-та болған кісінің түрі кәдімгі жас бір 30-дағы кісі секілді болады. Бұның себебі неде? Бұның себебі көп жағдайда осы жас көрінетін адам ол тек қана жақсы нәрсе істеген, жаман болған, арсыз болған нәрселерге жақындамаған, ал анау болса керісінше. Жасы үлкен кісіден, яғни 80-ге жеткен шамамен сізден сұраған екен, сіз қалай өзіңізді осылай жақсы сақтап қалдыңыз деп. Біз өзімізді харамнан сақтадық, солай Алла тағала біздің денемізді сақтады деп айтқан екен. Құрметті бауырым, егер де сіз харам нәрсе жасап қойған болсаңыз, яғни күнә жасаған болсаңыз, ешқашан ұмытпаңыз, тәубе есігі
әрқашан ашық. Бастысы тек қана тәубені шартымен жасау керек. Ол шарты қандай? Ол істеген іске өкіну, Алла тағаладан сол іс үшін кешірім сұрау, және де сол істі ендігәрі қайталамайым деген ниетте болу. Осы шартты орындап сіз тәубе ететін болсаңыз, Алла тағала сіздің күнәңізді кешіреді. Тағы да жасап қойсаңыз да бұл күнәні, тағы да тәубе етіңіз. Тәубе есігі әрқашан ашық. Шайтан сізді алдамасын. Қалайша сен күнделікті күнә жасайсың да тәубе ете бересің бе, ұялмайсың ба деген секілді. Жоқ, керісінше сіз сол ұялғаннан қайта тәубе жасауыңыз керек. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның мына бір хадисін ұмытпаңыз. Қайсы бір мұсылман бір күнә жасаса, сосын барып дәрет алып, 2 ракағат намаз оқыса, содан кейін Алладан кешірім сұраса, осы күнә үшін оның күнәсі кешіріледі дейді. Сондықтан күнә жасадыңыз ба, 2 ракағат намаз оқып, міндетті түрде тәубе етіңіз. Және ниетіңіз ендігәрі бұл күнәні жасамаймын деген ниетте болыңыз. Уд иля роббика я ахи. Ей бауырым, Алла тағалаға, Раббыңа қайт. Ол Алла, ол Раббы тек қана тәубе етушілердің Раббысы емес, тек қана салиқалы құлдардың, яғни әрқашан сондай жақсылық жасайтын құлдардың ғана Раббысы емес. Жоқ, ол күнә жасайтындардың да Раббысы. Баршамыздың Раббымыз бір, ол Алла тағала. Ешқашан Алланың мейірімінен рахым үзбе. Тіпті сен Алланың алдына жердің баршасын толтырып тастайтындай күнәмен келсең, бірақ Алланы жалғыз деп танитын болсан, Алла тағала сені дәл сондай кешірімменен қарсы аламын дейді өзі құдси хадисінде. Сондықтан фастаин билля, Алла тағаладан көмек сұра, Алла тағаладан пана тіле. Алла тағала саған осы бір хақты баяндап беруін, ашық көрсетіп беруін сұра. Және сол хаққа, ақиқатқа еруді Алла тағала саған нәсіп етуін сұра. Және ұмытпа, қанша жерден сен діннен, иманнан алыстап кетсең де, соныңда Алладан басқа барар жерің жоқ сен. Қайтар жерің, барар жерің тек қана Алла. Бауырым, үлкен бір ғылыми жетістікке жету, ілімде жетістікке жету имансыз болса, оның еш пайдасы жоқ. Дәл солай тақуалықсыз болған мал дүние, яғни бір мал дүниеге қол жеткіздіңіз, бірақ тақуалық ұстанбасаңыз, ол мал сізге керісінше қасірет болады, сізге бәле болады. Қаншама жастар бар, оларды дүние ақыретінен тосып қойды. Және қаншама адамдар бар, оларды мына ақша Құраннан алыстатып қойды. Және өзіңіздің тақуалығыңыз себепті, өзіңіздің немесе ғибадатыңыз, намазыңыз себепті өзгелерден өзіңізді артық көруден сақтаныңыз. Ешбір салиқалы адам еш уақытта өзге күнә жасап жүрген адамдарды бағанағындай үстінен күліп, өзін олардан артық санамайды. Ол керісінше не істейді? Оларға жаны ашып, оларға барынша хидаяттың жолын, тура жолды көрсетуге тырысады, бірақ еш уақытта олардың үстінен күлмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына бір сөзін әрдайым еске алыңыз. Жамандық жасауға не жеткілікті дейді? Мұсылман бауырының кемсітуі жеткілікті болады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Салиқалы амалдарыңызбен алданбаңыз. Еш уақытта Алла тағалаға өзіңіздің жасаған жақсылығыңызды міндетсінуден сақ болыңыз. Бұл амалдардың ең жаманы. Өзгелермен қарым-қатынаста жұмсақ, жақсы мәміледе болыңыз. Сіз біреуге жамандық жасасаңыз, Алла тағала ол жамандығыңызды кешірсе де, сіз тәубе еткеннен кейін, бірақ бағанағы сізден жамандық көрген адам оны кешірмеуі мүмкін. Білесіздер, әрі Алла тағала ондай нәрсеге, адамның арасында болған іске араласпайды. Яғни Алла тағала ана кісі өзі сізді кешірмейінше, Алла тағала да сізді кешірмейді. Сондықтан отбасыңызға ең жақсы нәрсені арнаңыз, ең жақсы нәрсені беріңіз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп айтады? Хойрукум ли ахлихи. Сендердің жақсыларын, ең жақсыларын, отбасына жақсы болғандарын дейді. Демек біз отбасымызға ең жақсы нәрсені ұсынуға, өзіміздегі беруге тырысуымыз керек. Жаман суреттерді, сондай жаман видеоларды көруден сақтаныңыздар. Әрі мына бос өлеңдерді тыңдай беруден. Мынау бір кісі айтқан екен, Мұхаммедтің үмметін азғыруға шараппенен әртүрлі сондай азғындыққа шақыратын өлеңдер жеткілікті. Осы екеуіне олар батып кетсе болды, ол үмметтің жағдайы құрдымға кетеді деген екен.
Бұл марафонды ұйымдастырудағы мақсат қазіргі жастар өзіне үлгі тұтатын тұлғаларды жоғалтып алғандай. Қазір жастар кімдерді үлгі тұтады? Болмайтын бір вайнерларды, болмайтын бір блогерларды өзіне үлгі тұтып жүр. Олар болса нені жарнамалайды? Олар құмар ойындарды жарнамалап жүр. Былайша айтқанда адамды құрдымға, тіпті өз-өзін өлтіруге апаратын сондай жарнамалар, құмар ойындарды жарнамалап жүр. Бізге кім үлгі болу керек? Кімнен біз үлгі алуымыз керекпіз? Оның үлгісі әлбетте ол кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Соны біз былайша айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ер азаматтың мысалын қандай қылып көрсетті, оны сіздерге жеткізуге, әрі қазіргі замандағы болып жатқан, бізді азғырып жатқан нәрселерді де тілге тиек етіп сіздерге түсіндіретін боламыз. Осымен кіріспе сабағымыз аяқталды. Баршаларыңызға Алла разы болсын. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.